Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын медовик тортын жасаймыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа керек, және де қант, май және де 2 қасық медымызды салып араластырып аламыз. Жұмыртқасы ерігенше араластырып аламыз да жай отқа газға қоямыз. Газға қойғанда астын жай қойып және үздіксіз барлығы құрамы ерігенше араластырып тұрамыз. Дәл видеодағындай. Ерігеннен кейін газдың астын өшіріп, жарты чайный ложка сода саламыз. Үстіне ұн салып араластырамыз. Ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін тағы салып қамыр елеп аламыз. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымыз қолымызға кәдімгідей жабысып тұратын қамыр болып шығады. Осылай ұнның көмегімен өздеріңізге керек бөлікке бөліп аласыздар. 10-12 бөлікке дейін бөлуге болады. Мен бұл жерде 7 бөлікке бөлдім, 22 диаметрде пісіретін боламын. Менің каналымда көптеген оңай және тез жасалатын видеолар бар. Лайк басып, қолдап тіркеліп кетіңіздер. Суалаға бөлінген қамырларды үстіп тарелкаға салып, 10-15 минутқа морозилкаға немесе 1 сағатқа холодильникке салып аламыз. Әр қамырымызды осылай пергаментке жайып, керегіңізше қандай диаметрде пісіресіз, сол диаметрге дейін жайып аласыз. Және де қызып тұрған пеште сарғайып қызарғанша пісіріп аласыз. Пісіп шыққаннан кейін ғана артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Міне дәл видеодағындай. Барлығын пісіріп алдық, шеттерінде кесіп алдым, және де шетін кескен кезде ыстықта кескен дұрыс себебі үгітіліп кетеді суығаннан кейін. Енді кремін дайындаймыз. Бізге осындай облегченный жайлау майы керек. Тек осы түрін ғана пайдаланыңыздар. Және де 1 банка сгущенка керек. Мен бұл жерде Экостар сгущенкасын қолдандым, бірақ маңызды емес. Әр коржға осындай 1-1,5 қасықтан кремдерімізді жағып шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай видео көргілеріңіз келеді, астында комментарий бөлімінде барлығын оқып шығатын боламын. Шетіндегі крошкаларының барлығын осылай қолымызбен үгітіп, және де оқтаумен толықтай майдалап алатын боламыз. Және ситаның көмегімен осылай бетіне жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады және де жұмсақ болады. Сіздер де жасап көріңіздер.
жақындарыңызға бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай шетіне де қолдарыңызға алып, шетіне де жағып шығасыздар. Құрамы өте оңай, және үйдегі заттармен бір жасағаннан шығатын медовик. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер.